етікші ертегісі. Ерте заманда бір кедей етікші өмір сүріпті. Оның көп баласы болыпты. Күндіз түні еңбектенсе де бала шағасын әрең асырайды екен. Бір күні етікші қуып дейін арқалап, ел аралап жұмыс іздеп жолға шығады. Алайда бұрын жүрмеген бағытқа түсіп күн батқанда адасып кетеді. Түннің қою қараңғысында етікші иесіз тұрған ескі қыстауды көреді. Амалы таусылған соң ішке кіріп пештің үстіне шығып қуып дейін жастанып жата кетеді. Сол мезетте есік ашылып маңдайында жалғыз көзі бар дәу кіріп келеді. Пеш үстінде жатқан кім деп гүр ете қалады. Мен етікшімін дейді қорыққан етікші. Дәу оған, таң атқанша маған керемет етік тігіп бер. Егер тікпесең басыңнан айырыласың деп әмір етеді. Үрейленген етікші елімді, бала шағамды енді көремін ба деп уайымдайды. Бірақ қолынан басқа түк келмеген соң, таң атқанша тыным таппай, ғажайып етік тігіп шығады. Бұл етікті киген адам аспанға ұшып, қалаған жеріне лезде жететін қасиеті бар еді. Етікші етікті киіп көріп, бір сәт ойға қалады. Дәу мені бәрібір босатпайды. Онда неге өзімді қорғай алмаймын? Осылай деп ол пышағын ұстап, қалықтап көтеріліп, ұйықтап жатқан дәудің үстінен ұшып келіп, оның жалғыз көзін түйреп алады. Дәу жер шайқатар айқайға басады, бірақ жарақаттан сол жерде құлап түседі. Таң атқанда етікші қыстауды аралап жүріп, ауыр темір сандық табады. Оның ішінен жарқыраған алтын мен күміс толып шығады. Етікші керегінше ғана алып, ғажайып етігімен үйіне ұшып келеді. Бірақ байлықты бір өзі иемденбей, жартысын ауылдағы жетім жесірлерге таратып береді. Сол күннен бастап ауылдың тұрмысы жақсарып, береке орнайды. Қартайған шағында етікші балаларының ортасында бақытты ғұмыр кешкен екен.